Қыздар, бүгін мен сіздерге хит болып жатқан аксессуар шапка капор қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Бұл шапкаға менде 50 грамм хлопок на пайетках жібі кетті. Қыздар, біздерге ол үшін 2,5 крючок керек, одан кейін 1-2 маркер керек. Одан кейін мен алған жібім египетский хлопок Бентли деген 50 граммда 169 метр. Жаңадан тоқу бастап жатқан адамдарға бірден пайеткамен тоқуды кеңес бермеймін. Одан да мынадай 5 пайетке жіптермен тоқыған жақсы. Петля амигуруми. Бірінші петлямды мен бекітіп алам. Бұны санамайым. Біздер жалпы 5 воздушный петля теріп, 1, 2, 3, 4, 5 на ортасына бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5 ортасына бекітеміз. Жалпы саны 6 элемент тоқуымыз керек. 5 воздушный мен. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Мына 5-ші элемент. Енді бізде 6-ші элементті бұлай тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ші элементті біз бұлай тоқимыз, қыздар. 1, 2, 3, 1 воздушный, 1 накид, 2-1 тоқып шығамыз. Петля амигурумиді жібімізді тартамыз. Бізде мынандай элементтер шығады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ендігі екінші қатарды біздер осы 5 воздушный мен айналдырып тоқып шығамыз. Мына жерге біздер ең басы, жұмысымыздың басы, қосатын жеріміз. Біздер маркермен белгілеп қойайық. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Мына элементке қосамыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Екінші элементке қосамыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6-шысын бұлай тоқимыз. 1, 2, 3, 1 воздушный. На маркерді алып тастаймыз. Маркер тұрған жерге біз элементімізді қосамыз. Мінеке, 6 болып шықты. Қыздар, шатаспау үшін үнемі маркерді бекітіп отырайық. Ендігі 3-ші қатар, мына 1-ші, мына 2-ші, 3-ші қатар біздер 6 петлямен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Маркерге шейін. Мінеке, қыздар. 5-ін тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5. 6-шысын біз былай тоқимыз. 1, 2, 3, 2 накид. Маркерді алып тастаймыз. Маркердің орнына 2-1 тоқимыз.
екеуін бір тоқимыз, екеуін бір тоқимыз. Сонда бұл мынандай элемент пайда болады бізде. Мінекей. Қыздар. 1, 2, 3. Келесі қатарда біздер ендігі мына жерде 6 воздушныймен біздер 12 элемент тоқуымыз керек. Ол үшін біз былай тоқимыз. Маркерімізді қадаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қыздар мінекей. Мынаған бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортасына бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне. Үш жерге бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортасына бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 элемент. 16 элемент тоқимыз қазір. 1, 2, 3. 2 воздушный. Мінекей мына маркер тұрған жерге қосамыз. Екеуін бір тоқимыз. Екеуін бір тоқимыз. Екеуін бір тоқимыз. Маркер ілеміз. Келесі қатарда осыны обвязка жасаймыз осылай. Обвязка емес, айналдыра тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей. 1, 2, 3, 2. Накид. 1, 2, 3. Мінекей бізде мынандай элемент пайда болды. Ендігі тағы бір қатарды осылай 6 воздушныймен тоқып шығамыз, айналдыра. 6 воздушныймен осылай тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей қыздар, екінші қатарды да үстіп тоқып шықтық 6 менен. 1, 2, 3, 2 накид. Жерге қосатын жеріміз бар. Маркер тұратын жерде 1, 2, 3. Енді қыздар біздер мына жерде 12 үйтіп көбейттік қой. Ендігі мына жерде 6-мен 24 шығаруымыз керек. Ол үшін тағы да маркерімізді алып, мына жерден бекітіп қояйық. Тағы да көрсетіп жіберейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ны мына жерден қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортасына қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынаған қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына элементке қосамыз. Солай қосып шығып, жалпы саны 24 элемент шығу керек. Мінекей соңғысына 1, 2, 3, 2 накид.
Ендігі санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 элемент болып шықты. Ені қыздар осыны айналдыра қазір осылай тоқып шығамыз. 6 воздушный мен бостау етіп до конца айналдыра тоқуымыз керек. 6 воздушный немесе қыздар егерде бостау или тығыз тоқсаңыздар 7 воздушный мен тоқып до конца мына шапканың мына жері өзі бүйтіп тоқи берсеңіз тікелей тоқи бересіз қазір мысалы мына жерде бұл жайлап өзі бүгіліп шапка болып шапканың формасына келеді. 12 қатар, мына жерден бастап 12 қатар санаймыз. Мінекей осыдан кейінгі біріншісін тоқимыз ғой, бірінші қатар, содан бастап 12 қатар тоқып шығуымыз керек. 6 петлямен тоқып шығуға болады, немесе тығыз тоқсаңыздар 7 петлямен, кішкене бостау болған жақсы. Полностью 12 қатар тоқып шығамыз. Қазір көрсетем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай немесе былай тоқуға болады. Бірінші қатарды қазір мына осы 24 элементтен кейін 6 петлямен тоқсақ, келесісін 7 петлямен тоқып, сол 12 қатар 7 петлямен тоқып шығуға болады. Немесе тек 6 петлямен тоқай беруге болады, немесе бірінші қатардан кейін 7 петля қоса қоюға болады. Мінекей мен осылай 6 петлямен ары қарай тоқи берем. 1, 2, 3, 2. Накид. 1, 2, 3. Осылай мен 6 петлямен ары қарай тоқып шығам. 12 қатар осылай үзбей тоқып шығамыз, қыздар. Так, мінекей қыздар, 8-ші қатарда біздер 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-ші қатарға бітірдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6-шы петлясына бекітеміз. Ендігі қараймыз. Қыздар, мына оң жағынан келіп тұр біздің жұмысшы жібіміз. Жұмысымызда оң жағымен тұр. Оң терісі міне жағы, оң жағы міне. Так, ендігі қыздар, бізге мына осы жерде біздер так 6 петлядан 7 элементті тоқтатып тастасақ, мысалы тоқымай келсек, екі жағы біздер кішкене сәл аздау алуымыз керек. Екі жағын сәл аздау, мына жерде 42 петля тоқтатып тастасақ, мына жаққа біздер где-то примерно 30 петля қоссам да жеткілікті болады деп есептеймін. Кішкене қартыңқырап алу керек, себебі екі жағы слишком бүйтіп көптеу етіп қоссақ, мынандай ұзын болып кетеді, әдемі болмай қалады. Сондықтан екі жағын кішкене сәл так 30 петля алайық. Мен 30 петля санап алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 петля алып, мына жағына бекітіп аламыз. Неке мынаның да ортасынан аламыз. 6-6-дан 12 ғой енді жерде.
6 қылып алып бекітіп алдық. Ендігі осы жерде қыздар 1, 2, 3, 4, 5, 6 осы жерге қосамыз. Содан кейін ары қарай 6 петлядан тоқып кетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай жалғастырып айналдырып тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына басына келгенше өз бетімізше тоқып шығамыз. Мына жердегі басына келгенше өз бетімізше тоқып шығамыз, қыздар. Так, мінекей осы жерге келдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерге қосамыз, шет жағына. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ектің астындағы мына 6 петля санап шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысына қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, мінекей. Енді мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей осы жерге қосамыз. Ендігі барлық неше петля болып санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 болып шықты. Кері осы біздер ең басынан бастап осы жерде 24 болып санадық қой. 24 болып тоқып шықтық қой. Мына шапканың басы. Сол 24 петлямыз, 24 элементіміз қайтып шықты. Ендігі келесісіне біздер мына жерге жұмыстың басы болу үшін біздер 1, 2, 3 осы жерге қосамыз да. Неге үшеуін осыны маркермен белгілеп қойайық. Ендігі осыны бәрін осы жерге мына басы қалай тоқыдық. Мына маркерге келіп, осы жерден қосып, қайтадан көтеріліп, қазір бір қатарды сіздермен тоқып шығайын. Солай сіздер қалған 12 қатарды тоқып шығуларыңыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай маркерге келгенше өз бетімше тоқып шығайық. Мінекей маркерге жеттік, қыздар. Мінекей 1, 2, 3 тоқимыз. 2 накид. Маркерді алып тастаймыз. 2 накидпен мінекей осы жерге қосамыз. Екеуін бір тоқып, екеуін бір тоқып, екеуін бір тоқып, жалпы саны 6 воздушныймен цепочка болып шығады. Осылай біздер жалғастырамыз, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 қатар тоқып шығайық, қыздар. Бар болғаны 12 қатар. Егерде енді 45-50 грамдай жіп кету керек. Сәл бостау тоққандарыңыз жақсы. Тығыз тоқсаңыздар осындай болып шығады. Сәл бостау тоқсаңыздар бостау болып шығады. Жіптеріңіз онда кішкене көптеу кетеді. 50 грамға жетпейтін сол жіп кетеді. Жалпы түгел тоқып тастаймын десеңіздер,
ол да жақсы. Енді жалпы сан қыздар 12 қатар тоқып шығамыз. Осылай айналдыра, ендігі осылай айналдыра 12 қатар тоқып шығамыз.